Ақ Жол фракциясының депутаттық сауалы премьер-министрдің орынбасары Тоғжановқа. Еліміз кеше ғана саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күнін атап өтті. Дәл осы күні президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың тарихи әділдікті қалпына келтіру жұмыстарын аяқтап, саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау үшін арнайы комиссия құру жөніндегі тапсырмасы жарияланды. Өте өзекті тапсырма. Ақ Жол партиясы президент тапсырмасын қолдайды және оның жұмысына өз өкілдерін жіберуге дайын екенін хабарлайды. Сонымен қатар әділдікті қалпына келтіру үшін Ақ Жол демократиялық партиясы большевиктердің тоталитарлық билігі ұйымдастырған қазақ жеріндегі ашаршылыққа ресми түрде геноцид деп құқықтық баға беруді талап етеді. Мысалы, әлем геноцид деп мойындаған Украинаның Голодоморынан 3.900.000 адам қаза болса, сол украиндық сарапшылардың өздерінің айтуынша Қазақстанда ашаршылықтан 4 миллионнан астам отандастарымыз қайғылы құрбандыққа ұшыраған. Қазақ елінің саны 70%-ке азайып кеткен. Белгілі ақын Қазыбек Иса жазғандай, қолын жайып, нан сұраған сәбилер ол дүниеде дұға сұрап жүр әлі деп күнәсіз кеткен бейкүнә жандар алдында біздің борышымыз әлі өтелген жоқ. Осыған байланысты еліміздің сыртқы істер министрлігі ашаршылық мәселесін геноцид ретінде халықаралық деңгейде Біріккен ұлттар ұйымы, ақш конгресі, Европарламент, OBSE арқылы мойындату жұмыстарын бастау керек деп ойлаймыз. Сол жылдары өз елін, өз ауылын азапты ажалдан құтқарам деп тоталитарлық қанішер саясатқа қарсы қарулы көтеріліс жасаған жүздеген батырларымыз әліге дейін ақталған жоқ. Олар басмаш деген мазағаттан әлі арылмай жүр. Тарихшылардың деректері бойынша қазақ даласында кемінде мұндай 300-ден аса көтеріліс болған. Елдің жадында Сарқанд, Балқаш, Қазалы, Қарақұм, Ырғыз, Атбасар, Сарысу, Созақ, Адай, Шұбартау, Бостандық көтерілістер әлі күнге дейін сақталған. Аталарымыздан бізге жеткен естеліктер бойынша бас көтерген қазақ руларын большевик әскерлері артиллериямен атқылап, қашып бара жатқан ауылдарды аэропланмен бомбалап, шекарада ұсталған қорғансыз босқындарды пулеметпен бала шағасымен қоса қой шақырған. Мысалы, шығыстағы Қазақ-Қытай шекарасындағы атақты Ақнайман қырғыны деген қанды оқиға елдің есінде сақталса да, ресми түрде әлі мойындалмаған. Осы заставаның аты бертінге дейін сол қырғынды тікелей басқарған Қызыл әскердің атымен аталып келді. 2012 жылы Қарасу шекара пунктінің құрылысы кезінде Шу өзенінің жағасынан жергілікті қариялардың айтуынша 30 жылдарда атылған әйелдер мен балалардың топталып жатқан сүйектер табылған. Осындай тарихи ақтаңдақтар Ертіс пен Шуда ғана емес, Жетісу мен Сыр бойында, Каспий өңірінде де орын алған. Елімізбен бірге ашаршылық пен репрессия орыс, украин, өзбек, ұйғыр, татар, қырғыз, басқа да Қазақ республикасында өмір сүрген адам баласының басынан өтті. Әрине бұндай құжаттарды анықтап, халыққа жария етіп, еліміздің мыңдаған құрбандарын ақтап, адал тарихи баға беретін кез келді. Сонымен қатар соңғы жылдары біздің байқауымызша кейбір әлеуметтік топтарда керісінше сталинизмді қайта насихаттау басталды. Сол себептен Ақ Жол демократиялық партиясы елімізде декоммунизация ұстанымын мемлекетіміздің ресми саясатының бір бөлігі болуын қалайды. Біз ондаған жыл бойы кірме, үгіт насихатпен өмір сүрген аға буынның көзқарасымен санасып, олардың отанымыз үшін қосқан қажырлы еңбегіне құрметпен қараймыз. Алайда өткен заман тәуелсіз ұлттың келешегіне бөгет емес, баспалдақ болу керек. Қазақ елінің болашағын тоталитарлық идеология емес, жалпы адамзат өркениетіне бағытталған, келешектің ара жігін ажырата білетін жаңа тәуелсіздіктің ұрпағы айқындауы қажет. Сонда ғана ашаршылық пен саяси қуғын-сүргін қайғысын терең түсініп, осыдан 30 жыл бұрын тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Назарбаев бастаған құрбандарды ақтау жұмысы шын мақсатына жетер деп сенеміз. Құрметпен Ақ Жол партиясының депутаттары